Ассаламағалейкум. Бүгін мінекей 8 желтоқсан 2024 жыл біз жаңа мұны артында тұрған қазір көрсетейін. Өскемен аэропортына келдік. Түстім қазір. Өскеменнен шығып жатырмыз. Бүгін сағат 1:30 болды ғой. Қазір жаңағы ертіс қонақ үйіне келіп кетіп бара жатырмын. Соның жанында филармония. Сол жерде ертең Шығыс Қазақстан облысының әкімі Көшербаевтың жаңағы орталық коммуникация қызмет, президент жанында орталық коммуникация қызметінің көшпелі бұқаралық ақпарат құралдарға арналған баспасөз конференциясы болады. Аэропорттан түскеннен қазағым айналайын, қай жерде болса таниды, бірден көре салып, ой, бақытжан, неге келдің бізге, қайлай келдің дейді. Әкімдеріңе келдім сынауға десем, айтшы, Зырянның көшесі быт-шыт болды, қанша жыл болғанда деп. Бірден бірнеше адам жаудырып жатыр. Көшербаев, қандай жерде орналасқасын, әлі де орталыққа қолыңды қосырып, шайып, бір қайыр шусап, әрдеңені сұрай бергенді қоймайды осы Шығыс Қазақстан билігі. Табиғаты қандай керемет, бәрі бар. Бірақ қайыр шусап, бюджеттен сұрайды да тұрады, маған ананы бер, мынаны бер деп. Өздерін қамтамасыз ететін заман болды ғой. Қашанғы осы бидай өңіріп атқан өңір демей ақ қояйық, ең негізгісі мұнай, газ және біздің уран өндіріп атқан өңірлер, осылар бюджетті толтырып атқандар. Басқаның барлығы әшейін субсидияда отырғандар да, жаңа субвенциядан орталықтан. Соның бірі осы Шығыс Қазақстан. Жері бар, суы бар, тау бар, бәрі бар. Ақылды, сауатты тұрғындары бар. Бірақ билік қайыр шұқсап, алақанын созып, Астанадан ақша бер дейді отырады. Ал Өскемен кеттік. Сау саламат болыңыздар, жолыққанша.